Қазір мына берілген функцияның анықталу облысын табуымыз керек екен. Олай болса видеоны тоқтата тұрып өздеріңіз шығаруға тырысып көріңіздер. Яғни dy-ті табуымыз керек, анықталу облысын. Ал олай болса бастайық. Сонымен ең бірінші назар аударатынымыз мына түбірдің астында тұрған өрнек. Яғни x қосылған 3 бұл үлкен немесе тең 0-ден болу керек. Олай болса соны жазайық. x плюс 3 үлкеніне тең 0. Ал енді келесі бұл бөлшек екен. Бұл бөлшектің бөліміне назар аударсақ, x азайтылған 1 0-ге тең болмау керек. Сонда міне x минус 1 тең емес 0 дейміз. Енді осы екі аралықтың қиылысуын алады екенбіз. Сонда осыдан шыққан шешім мына берілген функцияның анықталу облысы болады екен. Ал енді осы теңсіздігімізді шығарайық. Сонда бұдан біріншісінен теңсіздіктің екі жағынан да минус 3-ті азайтып тастайтын болсақ, яғни мына плюс 3 теңсіздіктің оң жағына минус 3 болып өтеді екен. Сонда x үлкеніне тең минус 3-тен, ал келесі x тең емес 1-ге. Ал енді осыны белгілейтін болсақ, сонымен міне көріп отырғандарыңыздай, x өсін сызайық, минус 3-тен үлкен немесе тең дейді. Минус 3 және 1-ді қабылдамайды екен. Сонда мына берілген теңсіздігіміз, ол бізде міне мына аралықтар екен. Минус 3-тен 1-ге дейін, келесі 1-ден плюс шексіздікке дейін. Сонда бұл есептің жауабы dy тең минус 3-тен 1-ге дейін, келесі бірігу 1-ден плюс шексіздікке дейін болады екен. Сонымен міне мына берілген есепті аяқтадық.